Бәріне ассалаумағалейкум достар. Тарихтағы мықты әскерлер 4-ші бөлім. Бірінші Аргезбурлар. Аргезбурлар 15-17 ғасырларда әскери тегі Аргезбурдармен қаруланған сарбаздар. Бастапқыда пікірлерімен бірге жүретін жаяу әскер. Бір Аргезбурға кемінде 3 пикингер келеді. Аргезбурдың жақсаруымен өрттің жоғарылауы, атыс ауқымы және де салмақтың төмендеуі жаяу әскерлердегі Аргезбурлардың саны артып, 15-ші ғасырлардың аяғында пикингер санына тең болды. Аргезбурлардың калибрі аз болғандықтан мушкетпен салыстырғанда салмағы аз. Аргезбурлар 1543 жылдан кейін жапон жаяу әскерлері Ассигиярды жатқызуға болады. Сол кезде португалдар Жапонияға қолмен атыс қаруын әкелген. Аргезбурлар жаяу әскерінің бір түрі ретінде жетілдірілген. Қаруды пайда болуымен мушкетлерге, прозулерге және де тағы басқа. Екінші, ежелгі Римдегі гладиаторлар арнайы дайындалған жауынгерлер, кейде құлдар деп аталады, бірақ көбінесе көпшілік үшін ойын, сауық үшін ареналарда соғысқан еркін азаматтар. Екінші жағдайда көбелекпен үшін гладиаторларда да ойындар біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші және де 2-ші ғасырлардың басында кеңінен таралады. және де гүлдену біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырында болады. Спартак көтерілісінен кейін гладиаторлық шайқастардың танымалдылығы шайқаста, бірақ олардың нағыз батуы тек 8-ші ғасырларда басталды. Сефевид империясының армиясы Шах Исмаил бір құрды. Оның әскері бір-бірімен айтарлықтай ерекшеленетін екі әскер түрінде тұрады. Біріншісі Шахтың Капикул тікелей айналасынан тұрады. Ол тікелей одан жалақы алады. Олар Горочи деп аталады. Армияның екінші бөлігі рулық ортадан немесе Қызылбас хандарының оймақтарынан шыққан жауынгерлерден тұрады. Бұл хандар провинцияларды басқарып, салық жинады және де сефевидтер армиясының негізін бөлігін құрады. Рулық континенттер олардың тікелей басшылығымен болды. Барлығы Исмаил бірден 52.770 қарапайым жауынгер және де 51.000 Горочи болды. Ежелгі патшалық кезіндегі Египет армиясы біздің заманымыздан бұрынғы 2686-2160 жылдарда Египет армиясының әртүрлі бөлімшелер болған. Орта патшалық кезінде біздің заманымыздан бұрынғы 2055 және де 1650 жылдарда Египет армиясының нақты иерархия. Жаңа патшалық кезінде біздің заманымыздан бұрынғы 1500 және де 1069 жылдарда Мысыр әскери 3 негізгі әскери түрде бөлінеді: жаяу әскер, күйме әскерлер және де әскери теңіз флоты. Мысыр сарбаздарының барысында Египетті жаулап алу және де науқандар, шетелдегі баронды шешімге бөлу. Бүкіл әскерін екі бөлікке, солтүстік және де оңтүстік. Кейіннен бұл бөліктердің әрқайсысы мысырлық құдайлардың есімі бар 4 бөлікке бөлінеді: Ра, Амон, Фатах және де Сет, және де Ферғауын Амонның губернаторы болып саналады. Кішіратилер сондай-ақ Ражастан өкілдері. Маңыздылығы бойынша екінші, кейін Брахманов. Баранның өкілі Девернинское қоғамында тұратын владетқалық жауынгер. Ежелгі Үндістандағы осы Вараннан Ражи әдетте таңдалды. Индра өзенінің басты құдайы Кішіратилидің менсти болып саналады. Фадишах Аргезбуптың жауынгері Декан. 1670 жылдарда Барана Үндістанға дейінгі кезеңде әскери және де басқару функцияларының өнімді жұмыстан бөлу нәтижесінде пайда болды. Ежелгі үнді мемлекеттерінде кішіратилер мемлекет билеушілері, лауазымды адамдар, жер иелері, кәсіби жауынгерлер болған. Орта ғасырларда кішіратили ұғымы дәстүрлі идея ретінде ғана сақталады. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың ортасынан бастап ежелгі бұл бароннаға тиесілі болу еді. Үстем тап үшін шешу болмады. Дәстүр бойынша кішіратилердің жерхамасы әлсіздерді қорғау. Мәмлүктер, сонымен қатар мемлюктерге тиесілі орта
ғасырлық Египеттегі әскери мүлік бастапқыда Еуразия даласынан шыққан түркі тектес жас құлдар негізінен құмандарда жалданған, бірақ содан кейін әскери құлдық институты Кавказ халықтарының өкілдерінде тез тарады. Ислам дінін қабылдаған грузиндер және де армяндар жылғы мәліметтер бойынша тұрғындардың санынан 114 адамды құрайды. Мемлюк сондай-ақ Небарилис бірі тазалайды. Мемлюктер Гулям құбылысы Дабабит айла жауынгерлермен ерекше класын құруды қалай атады. Үлкен саяси маңызға ие болды. Ол 11 және де 19 ғасырларға дейін 1000 жылға жуық өмір сүрді. Египетте сондай-ақ Лента, Месопотамия және де Үндістанда мемлюктер саяси және де әскери күшке ие болды. Кейбір жағдайларда олар сұлтан дәрежесіне жетті, ал басқаларында олар әмір немесе бей сияқты аймақты билікке ие болды. Ең қызығы, мемлюктердің топтары Египет пен Сириядағы орта ғасырлары бар сұлтандықтарды басып алып, оны мәмлүк сұлтаны ретінде басқарды. 1250-1517 жылдардағы мәмлүк сұлтаны Айын Жалут шайқасында илхандардың әйгілі түрді жеңді. Бұрын олар 1154-1169 жылдар және де 1213-21 жылдарда батыс Еуропа кресшілерімен соғысып, оларды Левантаннан қуып шығарды. 1302 жылы мәмлүк сұлтаны кресш жорықтарының мемлекеттерін біржолата жойды. Акелаттар 30 жылдық соғыс кезінде 1618-1648 жылдарда Швеция королі Густав Адольфтың қызметіндегі виндік жеңіл атқыштар қасиетті Рим империясында шетелдіктерден қолдаған және де халифет, хапика немесе халито сияқты көптеген вариацияларды қамтитын түпнұсқа атауындағы бина модификациясы. Бұл атаулар хиля болған. Галикте оскас атқыштар алғаш рет 17 ғасырлардың ортасында поляк-швед соғысы кезінде қабылданған. 18 ғасырлардың басында дала маршалы Якуб Делегариді бастаған атқыштар достыққа және де Ресей мемлекетіне қарсы жорықтарға қатысты. Дала маршалы Густав Горн бастаған капикалиттік атқыштар 30 жылдық соғыс кезінде Германиядағы швед жеңістеріне маңызды рөл атқарды. Фин әскери шеруі капикалиттердің Масри капикалитінің есімімен аталған. Кирасирлер сөзбе-сөз ауғандар, латиниктер деген атауға ие. Хиракс киген ауған атқыштар тұқымдасы 18 ғасырларда Еуропаның көптеген елдерінде ауыр атқыштар ретінде пайда болды. Олар рикторлық атқыштардың аздаған өту үшін құрылды және де дененің 3/2-сін басына тегізге дейін жабатын және де красири деп аталынатын салыстырмалы түрде арзан емес төсенгіштерді киді. Олардың 19 ғасырға дейін біртіндеп тек туылғанмен Хиракс қалды, соңғы біртіндеп қалаңдады және де ауыр болды. Атыс қаруының ену қабілетінің жоғарылауымен, сондықтан біртіндеп басқа элементтерден бас тарту тура келді. 8. Уландар шынымен қылыштармен және де пистолеттермен қаруланған еуропалық жеңіл атқыш түрі. Олардың пішінінің сыртқы ерекшелігі жоғарғы 4 бұрышты моңғол бас киімі улан немесе кадиортқа болған. 17 ғасырлардағы Маратқақ империясының әскері негізін қалаушы Шибажи Махари шағын бірақ тиімді құрлық армиясын жинады. Жақсы басқару үшін Шибажи офицерлер үшін жер учаскелерін немесе жиһангерді алып тастап, олардың қызметтері үшін жалақы немесе ақшалай төлем жүйесін енгізді. 17 ғасырларда Маратқақтардың әскери моғолдармен салыстырғанда аз болды. Олардың саны шамамен 100 000 адамды құрайды. Маратқақ армиясы 1664 жылы Сурат шайқасы кезінде кездескен барлық бекіністерді жүйелі түрде жоюды жетістікке жетті. Артиллерияға келетін болсақ, Шибажи қару өндіруге көмектесу үшін шетелдік негізіндегі португалдық жалдамаларды жалдады. Шетелдік жалдамаларды жалдау Маратқақтардың әскери мәдениеті үшін жаңа нәрсе емес еді. Шибажи Годан тәжірибелі португалдық зеңбіректерді құю техникаларын жалдады. كالسيف كالريح كالموج غزار عادم كالخيل كالليل كالرعد شرار واضم كالسيف كالريح كالموج غزار عادم كالخيل كالليل